күйеу балаларыңызға тоқталайықшы. Оған қандай мінездеме бересіздер туыс ретінде? Ресми версияға күдікті күйеу балаларыңыз дегенге сенесіздер ме? Сенеміз. Өйткені мен күйеу баланы жақсы танымаймын. Біздер. Ол күдікті болып тұр ғой. Бір үйдің отбасын бәрін жоқ қолына келіп тұр ғой. Яғни Ақбаянның ол үйде 2 қыз бар. Сіз Ақбаянның күйеуі туралы айтып отырсыз, жалпы оның ата-енесімен қандай қарым-қатынаста болғанын, бұрын ақша, мал, мүлікке таласқанын, сұрағанын, сондай ақпарат бар ма сізде? Жалпы ол күйеу баламен және менің білуімше оның жұбайы да қазір жоғалып кетті. Олардың қашан жоғалғанын білесіздер ме? Жоқ, білмейміз. Ал олардың қазір осындай қанды қылмыс болып жатқан аралықта жоқ болғаны оған қатысты күмәнді сіздерде күшейте ме? Күшейтеді. Жақсы. Күйеу балаға қатысты күдікке қосыласыздар, оны түсіндік. Ал Ақбаян сіңіліңіз туралы не айтасыз? Ол 5 баланың анасы, ол ата-анасын, бауырын, балаларын тастап қайда кетуі мүмкін? Әлде оған қатысты да бір күмән күдіктеріңіз бар ма? Ақбаянға күдігіміз жоқ. Өйткені ол біздің бауырымыз. Әдем апамның айтуы бойынша, қарындасы, Мақсұт ағамның қарындасы Әдемі деген айтуы бойынша 2024-те Ақбаян өзі аяқ ауыр кезінде 5-ші баласына қатты ауырған, операциядан шыққан қайта-қайта. Сондықтан кішіне наркозды көп алғаннан кішіне есін жоғалтқан сияқты менің ойымша. Яғни қазір Ақбаян денсаулық жағдайына байланысты кішкене күйеуінің ықпалына түсіп қалуы мүмкін ба? Мүмкін. Өйткені ол деген денсаулығы 5 баланы өмірге әкелгенше денсаулығы бар қыз ғой біздің бауырымыз. Ол ондай жолға бармайды ешқашан деп ойлаймын. Енді денсаулығы жетпей келсін, жүре берген болар деп ойлаймыз. 1-ші группа деген қағазы бар екен. Негізі нақтысын білмейміз оны. Бар ма, барған жоқ па? Ол қалай жасап отырған? Группаның ақшасын қалай алып отыр? Қай жерге тіркелді? Қалай емделді? Оны біз білмейміз. Яғни сіздер шындығы керек, қазір Ақбаян сол күйеу балаңызбен бірге қашып жүр ма, әлде бір жағдайға ұшырады ма, адық-қадығын білмейсіздер, иә? Білмейміз. Енді екінші сіңіліңіз